шоққа май құйып иіскетеді. Бұны енді әрине қазіргі наным сенімде кішкене түсінбей жатырмыз. Ана келін ананы иіскесе оттай лапылдап жанып, майдай жағады деген өзінің ырымдары бар. Және жас балаларды, үйленбеген балаларды әкеліп, осыдан жұғысты болсын, майдан маяна, оттан отана деп енді өздерінің нелеріміз бар, жаңағы жеңгелеріміз орындап жүрген. Бірақ бұның астында табиғи қандай біздің адамдық болмысымыз бар деген кезде өзі 15-16-дағы жас келін жаңа босаған аттайын деп жатқанда қаншама мыңдаған көздер оған тесіліп тұрады. Сол кезде ол толқуы мүмкін, талықсып кетуі мүмкін. Босағаны оң аяқпен емес, сол аяқпен аттап қою мүмкін. Жаңағы оң босаға, сол босаға соқтығысуы мүмкін. Соны болдырмас үшін шоққа майды құйып, нашатыр есебінде оған иіскететін еді. Яғни бұл біздің табиғатпенен тығыз байланыстылығымыз. Және осы шоққа май құйып иіскету тек қана түсіп жатқан келіннің емес, босануы қиын болып қалған әйелдің айналасында да ырым есебінде жасалатын. Онда да өзінің бір айтатын сөздері бар. Отана жындығу, маяна тағы бірдеңені қу деп, жаңағы босана алмай жатқан әйелді жаңағы шоққа май құйып айналдырады. Ондағы мақсатта әйел талықсып кетпеу. Талықсып кетсе, я әйел кетіп қалуы мүмкін, я бала кетіп қалуы мүмкін. Осыны алдын алуды мақсат етеді.